сәлеметсіздер ме? Қалайық. Мен осындай аурумен дегенде неврологический аурумен ауырдым неше жылдан бері. Бірінші горбольницада жатып лечение алғам. Содан кейін шығарда одан жазылмағандықтан маған осы Құрманғазы дейді, Абай Құрманғазы ма, сол жерге лечениеға келдім. Ол жерде мені 10 күн лечить етіп, кішкене ауруым аздап жазылмағандықтан қайтадан тағы 10 күн 2 курс лечение өттім. Содан үйге барған кейін 3 күннен кейін 7-8 жыл бойы ауырмай ауруымды ұмытып кеттім. Менің ауруым тройничный нерв дейді. Тройничный нерв деген Құдай ешкімге бермесін ауруды, дұшпаныма да тілемес едім. Содан биылғы жылы осы бір ай бұрын қайтадан суық дейді ма, қайтадан тура сол қалпыма келіп қатты ауыра бастадым. Содан мен кетіп бара жатқанда мына врачтан визиткасын алғанмын. Сол визитка бойы әйтеуір іздеп жатып, телефон арқылы звондап едім, бұларға мыңда бір рахмет. Медсестрасы алып, апай, осылай мен айттым, осылай врач Раушан Саматовнаға маған керек еді деп визиткасын тығып қойып едім, 8 жылдан бері жатқан екен, әйтеуір тауып. Бұл қызға звондап едім, рахмет деп айтайын деп отқаным, мына Алияға да рахмет, бүгін қазір ғана атын сұрап алдым. Себебі ол атын білмейтін едім ғой. Ол қыз жазып, осындай жаңа осындай уақытқа келіңіз апай дегендіктен бүгін міне келіп отырмын. Бүгін тағы да лечение алып жатырмын. Келген кезде сөйлеуге шамам келмей, басым көзім ұстап тұрғам. Түні күні ауырғанда Құдай жан таптырмайды, қиыншылықты көрдім. Енді қазір лечениеде отырмын. Өте жақсы. Ары қарата да қалған күнімді 10 күн лечениемді аламын. Осы организацияға рахметімді айтқым келеді, медицинаға. Құрманғазы болған, енді қазіргі мынау несі Абай сайына көшесінде екен. Ауыратын болса, ойлағаным, енді әркімде ауырғаннан кейін аурудан жазылғысы келеді ғой. Сондықтан осы врачтарға да етіп мені жақсылық істеп жатқан адамдардың бәріне де рахмет айтқым келеді. Ұзақ өмір, қалған адамдар да келіп, осы жерде жазыла берсін дегім келеді. Помогает. Вы, получается, сколько? 8 лет тому назад, да, были? Ну, я думала, лет 5, оказывается, 8 лет тому назад. Да?